Бүгінгі сіздерге таныстыратын кәсібіміз бұл вишенка, яғни саңырауқұлақ. Негізі бұны үйреніп келген жерім Ташкенттен. Қытайлық. Шұлға деген түсінде жүрек, шұлға деген назат қой міне. Иә. Бұл мына стерилизационный помещение бак дейді. Ішіндегі полный бактерия өлу керек. Сыртқы бактерия. Воздух кіріп шығу через фильтр арқалы болады. Чтобы лишний бактерия кірмеу үшін. Плюс-минусмен бір айдың ішінде өнім беруін бастайды. Күн керек емес бұған. Мен есебім бойынша бағанағы бір қапшық 2 кило береді. Күн суықтан қорықпайды. Например, теплицаға кірді. Температураң 5 градустан төмен түсіп кетті. -5 болса да бұл ұқтайды. Кейін қайта температураны қостың, тағы шыға береді. Экологиясы чисті болған үшін, ешқандай химия болмау үшін, бұны осы күйде де жесе болады. Осы күйде де жесе болады. Бана қозы құйрыққа бірінші орында таза ауа керек. 1 килосы 10 пакетке жетеді, осындай пакет. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Руслан Қасымбеков, бизнеске бағыт каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге таныстыратын кәсібіміз бұл вишенка, яғни саңырауқұлақ, бір жерде құзғұйрық деп атайды. Ерекше кәсіп, көп жерде жоқ. Осы кәсіппен сіздерге толыққанды түсіндіріп өтеміз. 3 айда 12 миллион табысқа шыққан. Бұл сұхбатқа келісуде оңай болған жоқ. Так что сұхбатты бастан аяғына шейін көріп, каналды қолдап кетіңіздер. Достар, сұхбатымыз жалғастырамыз. Бүгін осы вишенка кәсібінің иегері, осы кейіпкерімізден таныстырамыз. Ассалаумағалейкум аға. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Мен Рустам, Шымкент қаласында осы қозы құйрықпен айналысамыз. 15 жыл болып қалды. Асында жұмысымыз осы қозы құйрық теплица бойынша. Бұл кісі қосымша гүлді егеді, бана көрдік гүлді. Енді осы кәсіппен айналысып жатқаныңызға бір 20 жыл болып қалды. Бұл кәсіпті қайдан үйреніп келдіңіз? Түбі бір қызығушылық қайдан пайда болды? Бұл кәсіп негізі Өзбекстаннан үйреніп келдім. Бір қытайлық. Енді бастап жұмысқа қойған кезде барып бір ай, 2 ай, 3 ай соның ішінде көріп, үйреніп, полный қалай істеу керек, қалай шығару керек, қалай сату керек. Басында бір шыққан кезде бана айтқанда базарда ешкім білмейді, не товар, қалай жейді, неге сетеді. Оны жайлап үйреніп, мені қазір бар жер біледі. Басында базарларға қалай түсіндірдіңіз оны? Өзіңіз шығып таныстырдыңыз ба? Өзіміз таныстырдық енді. Үйтесің, бүтесің, қайнатасың, қалай тамақ істеу керек кез келгенде оны сәл үйреттік. Сонымен қазір енді 15 жылдың ішінде, 20 жылдың ішінде бәрі қазір жақсы дамылып, система қойылып алды. Бәрі уже таниды, біледі, оған үйрету керек жоқ. Уже кім болса да, любой кафеде бана осының продукциясы бар. Любой әйелі уже біледі, қазір уже оңай болып қалды. Кәдімгі көктемде шығатын құзғұйрық сияқты бұл каприз емес, алдын ала қайнатып алып, бір нелерін өлтіріп, содан кейін бұны алып жей береді негізі. Бұл бана айтқандай голландық сияқты отравлениесі бір таза емесінің білу үшін не жері жоқ. Бұл осындай кезде де жуып алып, қайнатып, бана сияқты жуып тастап, шайып тастап, ондай емес. Бұл осы күйде де жесе болады. Бұл экологически таза, бұған ешқандай химия қосылмайды. Таза өзі. Көбінесе алатындар ол кафелер, кафе, ресторан, базарда, общепиттер. Жақсы. Так, достар, жылыжайдың ішіне келдік. Басынан бастап түсіндіріп жіберсеңіз, ұстамаға. Бұл бағана айтқанда мына склад, суға келіп түседі. Ояқтан жұмыс басталады уже. Мына кішкентай су бөктерген ванна, шұлқаны суға бөктереміз. Бұл жерде химия ешқандай жоқ. Шұлқаға кішкентай микробтарын өлтіру үшін ақ қосылады 5%. Шұлқа деген түсінде жүрек, шұлқа деген назат қой міне. Бұл мақтаның шиттің несі? Шигет коробы. Осыған бағана известка ақ қосылады. 5% ақ қосылады. Суға бөктеріледі, араластырып. Одан кейін аяқтан мияқа шығады да, суы сылқу керек. Суы сылқып, өзінің керекті влажность қалады. Бір күн тұрады, 2 күн тұрады. Одан кейін, шыққаннан кейін, бағанағы пакеттерге саламыз. Пакеттерге салынады. Одан кейін дальше пакетке салынады. Сөйтіп, так, мына жаққа ма? Қазір пакетін алып шығып алайын.
Так, келесі помещение мынау. Келесі бөлме. Мына стерилизационный помещение бак дейді. Стерилизация істейміз. Астында көмір жанады, отын жанады. Үстіне бағанағы қапшықтан қоямыз. Салафанмен жабылады да и пропарка стерилизация дейді. 80 градусқа шығарып, 6 сағат 80 градуста ұстаймыз. Ішіндегі полный бактерия өлу керек. Сыртқы бактерия. Бактерияны өлтіріп, болғаннан кейін, таза болғаннан кейін сәл суытып, мыняқа шығарамыз. Бұл жақта аға пар буып тұрады ғой сонда, Пар ұрып тұрады. Астында су қайнайды. Как мантыварка сияқты. Астында су тұрады, су қайнайды. Су қайнап, температурасын қапшықтан ішіне береді. Блоктан ішіне. Шұлқа полный стерилизация болады. Полный бактерия тазаланады, бактерия өледі. Сол жақтан кейін бұл пакетті алып қай жаққа? Пакеттен кейін ол стерилизация шыққаннан кейін мыяққа кіреді. Мыяққа кіргеннен кейін мыяқта уже таза жер. Обработка жасалады, хлор. Мынандай көк лампалардан, операционный көк лампалардан қосылады, чтобы ауадағы микробтарын өлтіру үшін. Астына хлормен бірқатар жуып шайып аламыз. Влажный помещение істейміз. Воздух кіріп шығу через фильтр арқылы болады, чтобы лишний бактерия кірмеу үшін. Ол бағана пакетті қойғаннан кейін қанша күннен бастап өнім бере бастайды, шыға бастайды? Мицелия дейді, өзімізді мицелияны салғаннан кейін ол 25 күнде. Мицелия деген бағана көшет ішіндегі не? Тұқымы ғой. Сол 25 күн, 30 күн ішінде дайын болады. Аппақ болып өзі ағарып шығады. Одан кейін уже плюс-минуспен бір айдың ішінде өнім беруін бастайды. Например, мыяқта тұрғаннан кейін осы жерде таза жер, инкубационный жер деп айтамыз өзіміз. Бір ай осы жерде тұрғаннан кейін біз уже анау типисіға, летнийға или зимнийға шығарамыз. Қазір летнийсі бар, зимнийсі бар, оны көрсетем. Мына жақтан алып, сол жаққа қойасыз. Яққа уже шығарады. Мына есіктен шығып, отдельно. Ол дальше уже анау типисіда, парникта или зданияның ішінде бағанағы күн керек емес болған. Как помидор сияқты, любой екен сияқты болған күн керек емес. Қараңғы. Қараңғы болғанда тым қараңғы емес. Кішкентай күн жарық түсіп. Жылыжай қалай болу керек? Қазір мына жақта байқап тұрмын, үстінде де утепление болған. Иә. И жан жағы екі неменде. Үсті қара пленкамен жабылған, например, утеплениясы бар, чтобы қысты күні суықтан не болу үшін, ыстық болу үшін, жазы күні салқын болу үшін. Желательно бір температурада, бір қалыпта болғаны жақсы енді. Мынандай диодный светтер обязательно керек па? Бұл керек, инкубационный ішінде керек. Мына жерде? Иә, инкубационный кезінде. Типисіде выращиваниеде ол керек жоқ. Керек емес. Өнім шығып жатқан жерде керек жоқ. Мысалы, Құлпынайда ол обязательно керек қой, күннің сәулесі де керек. Оған ондай қажет емес, ә? Жоқ, бұл енді чисто бактерияны өлтіру үшін керек. Ана жақ кеттік. Достар, мына жылыжайдың ішіне келдік. Бұл жерде бағана ағаның айтып отқан пакеттегі. Соны таныстырып көрсеңіз, қалай болады? Бұл бана айтқандай процесс осы шұлқа ішінде шұлқа бар. Мына шындай пакеті, бана инкубационнан шыққан жері. Уже процесс уже өнім беруге қойылған жер. Бұл типисінің ішінде, бұл типисі үсті қара пленкамен жабық. Ішін температура, оптимальный температурасы 15-16. Жазы күні болса 25-ке дейін нормальный бола береді. И осы жерде өнім беру бастайды. Міне суарылады, мына бас жағынан шығуыны бастайды. Бұны бір рет шығады, теріп аласын. Одан кейін тағы бір 20 күннен кейін тағы шығады, тағы теріп аласын. И сонымен кетті басталды. 3 ай, 4 айға дейін, 5 айға дейін өзінің процесімен өнімі шығып, бір шеттен теріле береді. Дайын болған уақыты мынандай болып есептеледі. Теріп алғаннан кейін қанша күнде тағы беріп отырады? Негізі мына жерде, например, менде мына 200 квадрат болатын болса, 200 квадратқа кетеді, например, 6000 мынандай қапшықтан кетеді. 6000 кетеді. 6000 кетеді. Мен есебім бойынша бағанағы бір қапшық 2 кило береді. Сол 2 килоны 3 ай, 4 айын ішінде беріп болады. Погодасы бәрі жақсы болса. 10 күн, 15 күн сайын беріп отырады. Бұл болғанда ортада бір тоқтайтын кездері бар. Демалып, кейін тағы бастайды, демалып, тағы бастайды. И негізі процесс кете береді. Көп, аз болды. Мынау бүгін мынандай болды. Ертеңгісі мынау өседі. Мынаны теріп алдың орнына басқа шығады. Сонымен этап шыға береді, этап шыға береді. Енді әр кәсіпте өзінің рискі болады ғой. Бұл жерде қандай риск бар?
Риск Ошибка қандай болды? Ошибка бәрі мына инкубационныйден шыққанша болады. Инкубационныйдан кейін ошибка жоқ. Только жаңа айтқандай человеческий фактор өзі күнні ыстығынан қыздырып қоймаса, күн суықтан қорықпайды. Например, теплицаға кірді, температураң 5 градустан төмен түскенде -5 болса да бұл ұйықтайды. Кейін қайта температураны қоссаң, тағы шыға береді. Мынау бракқа кетпейді, өліп қалмайды. Ішінде өзінің күшін сақтап қалады. Тағы температураны қосып, тағы оптимальный температура болғанда тағы шыға береді. Былайша айтқанда риск жоқ. Риск одан кейін жоқ. И ешқандай дәрі-пәрісі жоқ бұның. Қосатынымыз біздің инкубационный кезде только ақ қосылады. Бұл басқа ешқандай химия, только су шашылады, таза су шашылады. Ана витамин, витаминдер жоқ, онда ешқандай витамин. Бәрі витамин мына мақтаның ішінде, волокноның ішінде. Соны жейді. Басында қосып жатқан кезде соны. Басқа калий, кальций, ондай заттарын ешқандай жемейді. Су шашылады. Енді для бана айтқандай тазалық үшін бір аптада бір рет хлор. Ана 5% хлормен ішінен бір қатар сумен шайып шығылады. Енді клиентский базадан проблема бар ма тұтынушылардан? Мен как осы мен 15-20 жылдан айналысып жүрмін, менде как уже налажено. Өзімізді Айна базар, өзімізді Шымкенттегі Верхний, басқа бұл базарлар мен контактым бар. Сол емес через звонок. Кімдер алады негізі бұны көбінесе? Неге қолданады? Основной кафе ғой енді. Кафе. Общепит, кафе. Біз бар базаларға береміз, бізден кейін дальше кафеге қаралады. Бұл кәдімгі ана құзғұйрық сондай сияқты ма или кішкене басқаша болады? Кәдімгі өзіміз қозықұйрық, только вейшинки бұл. Қозықұйрықтарының сорттары көп. Анау шампиньон дейді, анау синеножка дейді, ол даланікі. Бұл енді чисто қолда. Бұны, например, экологиясы чисто болған үшін, ешқандай химия болмау үшін, бұны осы күйде де жесе болады, да? Осы күйде де жесе болады. Қайнатып, қайнатып, суын алып тастап, ондай керегі жоқ. Потому что экологиясы чисто. Өзімізді мицелі қолдан салынады. Мицелі Саратовтан келеді, Россиядан. Үлкен завод, фабрика бар. Производствосын, ол Алматыға келеді. Сіне деген сол тұқымы ғой, иә? Онда сорттары көп. Алматыдан кейін бізге қарай келеді. Бұл вишенкадан басқа сорт егуге бір мақсат бар ма? Например, шампиньон. Мен пока осы вишенкамен шампиньонға оған уже бөлек здание соғу керек. Оған басқа климат істеу керек. Оған лаборатория сияқты оныкіде нелері бар. Ол уже басқа технология, да? Сол үшін пока менікі осы вишенка туралы кетіп тұр енді. Түсінікті. Енді ағамна қазір мына жақта қанша не бар штук пакет? Мына жерде пакетім менікі 4000 пакетім бар. Бұл пакеттер уже қалай айтсам, уже 5 ай болды, 4 ай болды өнім беріп тұр. Уже бұл давно шығып кету керек еді. Өзінің килосын беріп болды. 2 килодан жоғарысыны беріп болды. Сонда да беріп жатыр. Сонда қазір беріп тұр. Енді ертең мұны жаңа партияны қойған кезде мынаны мен шығарып, тазалап, орнына басқа нені қоямын да, кейінгі партияны. Мынаны шығарған кезде дезинфекция істеп аламыз. Хлормен жуамыз, обработканы жасаймыз бәріні, таза істеп, одан кейін шығарамыз. Бұл тағы кейін кеткеннен кейін бұны малға берсе болады бордақылауға. Ішінде шұлқа бар, таза, қайнатылған. Просто так тастап жібермейсіздер, бұны малға берсе де бұл. Тастап жібермеймін, оны уже мал бордақылауға менде малдарым бар, сол малдар жейді. Енді бәрі көп менде. Оны таныс білістерге ол дәрші кете береді. Зиян емес, пайдасына да кетеді дейсіңші. Енді айтатын жағдай, Қазығұртта бір кісі құзғұйрық өсіріп жатыр екен да. Вишенка емес, не емес, шампиньон. Кәдімгі құзғұйрық. Ол жақта шоковый мен істейді екен. Сізде ондай не емес па? Мысалы, құзғұйрық негізі найзағай бұршақ болған кезде атып шығады ғой. Сол сияқты ана жақта бір искусственно сондай істейді екен да. Шоковый терапия. Содан кейін ана жақтан шыға бастайды екен. Бұл жақ ондай қажет емес па? Жоқ, ондай қажет емес. Оны просто менде ескемін, ол білмеймін, кім может сөйтіп бір не істеуім, а так оған қарамайды. Бұл шыға береді өзі. Бұл қозықұйрыққа бана айтқандай көктем ауасына істеп беру керек қолда. Мен жазы күні микроклимат қойып, үстіне бана туманчик, фонтанчиканы шашып қоямын. Ішіне бана жазы күні 25 градуста осыны ұстаймын. Потому что утепленный, қара пленка күн керек емес. Сол үшін ұстау оңғай да. И бұған не обязательно теплица, бағанағы
подвал, помещение, банағы мал қора, күн түспесе, температураны оптимально ұстаса болатын болса, сол помещение бола береді. Енді бағана асты, менде мына жерге мен шебел тастап қойғам, лай болмау үшін. А так бетон. Бетон да болады. Енді бетон болса жақсы, әйтпесе. Адамдар мынандай сұрақ қою мүмкін да қазір. Мен ана Қолтынай болған кезде де сондай сұрақ қоятын еді. Бұны бүйтіп жерді қазып істеуге де бола ма? Чтобы жылы болу үшін басқа, мысалы, Көкшетау или болмаса суық жерлер бар біз аймақтар. Сол жақта қатты суық болса, олар сұрақ қою мүмкін да. Бұны бүйтіп жерді қазып, чтобы жылы болу үшін солай істеуге бола ма? Подвалный помещение. Подвалный помещение. Помещение подвал болды. Оған емес, бана самый главный күн керек емес. Главныйсы воздух, чистый ауа кіріп тұру керек, айланып тұру керек. Сквозняк ұнатпайды. Просто циркуляционный, мияқтан ауа кірді, мияқтан шықты. Таза ауа кірді, таза ауа шықты. Ішінде ескі ауа шықты. Жер, аймақ таңдамайды. Жоқ, оған танымайды. Любой жерде өсе береді. Уақыты да жоқ. Су мәселесі ше? Су мәселесі менен скважина шығады, су. Сол скважина сумен, таза сумен суарылады сол. Оған ешқандай бірдеңке қосу. Ащы су, тұщы су деген нәрсе болмай ма? Желательно тұзды су болмайды. Тұзды су болмайды. Ештеңкеге болмайды. Тұзды су болмаса болды. Суды басында беретін кезде тексеріп аласыз ба суды? Бір қата тексергенмін, нормально. Суының ішінде азандай несі бар, но зиян емес. Ол критично. Енді мына колонканың сулары да болады. Колонканың суы да кішкентай хлоры бар. Ол плюсқа жүреді. Ол плюс. Потому что мен скважина суына өзі кішкентай хлор қосамын. Мына центральный водоснабжение қалаған болса, ода уже хлоры бар кішкентай. Ол плюсқа жүреді. Ол жақсы. Көп жерде негізі су хлормен ғой, ана гидрантынан неден келетіндер. Ол, значит, зиян емес, наоборот, пайдасы бар да. Су қалай суғарылады бұл? Капельныймен ба, или болмаса бағанадай құйып па үстінен? Жоқ, менде бір мына шлангаларым бар. Көрсетіп жіберейік пе? Кәне, обычно мынандай шлангымен. Қазір басын тауып алайыншы. Кетті. Басы мына жақта жатыр. Дима, суны қосып жіберсе жақсы еді. Қазір мен ұстап тұрмын, қосып жіберейін. Мынау Қолтынайда болады ғой. Капельныймен зігі мынандай лейка сияқты ғой. Мынандай шлангы болмай қалған жағдайда, негізі шлангы болады любой үйде. Бірақ ана гүлге суғаратын лейка, сондаймен құйса да болады негізі. Кетпей бере ма? Осылай қоя? Үстінде емес, мына жан-жағында. Жанынан бері. Мына кольцоға су түсу керек. Бол, үстіп бір барылады. Мынағы суарылады. Бол, ол су жетеді. Қанша күнде беріліп отырасыз суды? Қыс күні бір рет. Күн ысығандан кейін уже 3 ретке дейін берсе болады. Күніне ма, или? Бір күнде, Бір күнде. азанда сбор болады, теріп болғаннан кейін. Сонда кішкене намданып тұру керек қой? Кішкене намданып тұру. Жерге азанда түсу керек. Жерден салқын шығады. И влага тұрады, шаң болмайды, самый главный. Сол күн ыстықта 3 рет, қыс күні 1 рет теріп болғаннан кейін суарылады. Ағанан утепление жағы қалай болады, ысту жағы? Енді парник теплица болатын болса, менде тұр салафан. Өзіміз кәдімгі китайский салафандар, нагретный сол. Одан кейін утепление менің аты. Одан кейін қара пленка. Қара пленка бұл күн өткізбеу үшін, су өткізбеу үшін, сол. И как термос получается. Бұл сонымен мына теплицаны қараңғы істейміз, и салқын ұстаймыз, қыс күні жылы ұстаймыз. Сонымен мынау уже помещение дайын болады. Мынаны түсіндіріп кетсеңіз, қандай, не жұмыс атқарады, не үшін? Көп адамдар түсінбеуі мүмкін. Бұл енді бана қозы-құйрыққа бірінші орында таза ауа керек. Циркуляция. Циркуляционный болып тұру керек. Сквозняк емес, постоянно воздух кіріп, таза ауа кіріп, таза ауа шығып кету керек. Енді мияқтан сырттан ауаны сорады, сырттан. Теплицаның сыртынан ауаны сорады. Одан кіріп мына радиаторға түседі. Радиатордың ортасы вентилятор, тағы радиатор, одан жылы су барады да, радиатор қызғаннан кейін жылы ауаны, мұздай ауаны, -10 ауаны теплицаның ішіне 35-45 градуста алып береді.
Онымен уже таза ауа мына салафанмен, трубопроводпен направление бар жеріне бірдей ауаны беріп тұрады. Шашып тұрады да бірдей ауа. И аяқта вентилятор сорып тұрады. Шығарып тастайды. Сонда қыс күні минус 15, минус 20 градус ауаны прямой вентилятордан айдасақ, іші суып кетеді. Сол үшін кіріп отқан мұздай минус 15-ті сәл жылытып алып кеп кіргізсек, ішіндегі температура түсіп кетпейді, бірдей бір қалыпта тұрады. Бұны қайдан үйреніп келдіңіз? Мен үйренгенде мына өзі жұмыс өзі көрсетеді. Не керек? Ауа керек. Ауаны бірінші рет сырттан ауаны тарттық. Вентилятор сорып тұрғаннан кейін ішінде қалынша пешке болса да температураны бана төмендетіп жүреді. Сол үшін күйіп жатқан ауаны, таза ауаны жылытып алып кірдік те, сонымен шығып кетеді. Бұны істеу қанша не кетеді расход? Енді бұл қазір мен қолда жасадым. А так негізі мынандайларны заводскілері де бар. Ана типа вулкан, ол сол сияқтыларында қойса болады, сол ауаны айдау үшін. А так вентилятормен қойса, аяққа бір радиатор қойып қойса, кіріп жатқан ауаны, бұл қыс күніге негізі. А жазды күніге радиатор керегі жоқ, чисто ауаны сырттан сорады, ішке айдап береді. Жан-жағын ашып қойсаңыз да уже айлана береді. Сондай болса, уже ауа айлану. Бірінші орында сол таза ауаны ұстап тұру. Грибіні қазір көресіңдер, бағана маста шығып тұрғанын, сол көп грибі шыққан кезде оған ауа керек. Сол ауаны шығарып тастап, орнына таза ауа беріп тұру. Енді аға, сізде адамдар, если осында кәсіпті ашамыз, істейміз десе, сізде ондай бар ғой, үйрету жағы? Қолдан келгенше үйретеміз. Енді бағана айтып кетіңіз, мынандай, достар, мынандай пакеті де сатылады екен. Если алатын болсаңыздар, келісімді бағамен астынан номер қалдырып кетеміз. Осы кісіден звондап сұрап, осыны алуға болады. Содан кейін бұндай кеп үйреніп кетсеңіз де болады. Онлайнда, офлайнда жалғаса береді. Мысалы, үйретеміз. Қай жақта екен айтып кетеміз, қай аймақта екен. Пока құпия деп қойым. Негізі осы Чимкенттің өзінде, Чимкенттен көп нәрсе шығып жатыр ғой. Банан да шығып жатыр, ананас та, киви де шығып жатыр. Енді ерекше кәсіп, мен өзім TikTok-тан көріп, осы сізге звондап, келіп түсіп кетсем бола ма деп рұқсатын сұрап келген жағдайымыз бар. Болды, в принципе, бәрін түсіндіріп айттық. TikTok-та неде қойылып жатқан қандай сұрақтар бар сізге? В основном адамдар түсінбей жатқан болады мына. Қанша расход кетті деуі мүмкін қазір. Осы расходын ақтай ма? Бұл кәсіп негізі расход бірге бір тастайды. Бірге бір. 10 теңге. Главное, ошибкасын жібермей, бірге бір істеп неақса. Ошибкасы, бәрі процесс ошибкасы кетеді, мынау инкубационный уақыттан шыққанша. Ана не жақтан бар? Ана процесс, шұлқаны алып, оған суға бөктіріп, әкніп ровно процентті қосу. Одан кейін стерилизация, пропарка, стерилизацияны істеу керек уақытында, керек уақыт сағаты бар, керек температурасы бар. Соған жақсылап қарап, одан кейін мицелиясын салып, таза жерді салып істесе, одан кейін уже ешқандай ошибкасы жоқ. Бана процесстен істей алмай қалса, бірін істеп, бірін істемесе, температура қарамаса, ол уже ошибка кетеді. Бана шұлға дегеніңіздің бағасы қанша? Шұлғаның бағасы 100 теңге аралығында, 1 килосы. 1 килосы 100 теңге. 100 теңге аралығында. Тұқымның бағасы қанша? Тұқымның бағасы килосы 1200-ден 1,5 мыңға дейін. 1 килоның ішінде қанша тұқым болады? 1 килоның ішінде мынандай блокқа 1 килосы 10 пакетке жетеді, осындай пакет. 1 килосы 10 пакетке жетеді. Мынандай бір пакетке қанша егіледі? Сонда бір пакетке 100 граммдан ұрық 100 граммдан кетеді? 100 граммдан түседі. Қазір сонда ұрық жоқ па сізде қазір? Жоқ, ұрық көрсететін. Прямо Саратовтан келеді, Алматыға келеді, Алматыдан кейін бізге тартады. Өзімізде жоқ болғанда? Өзімізде шығарып жатқандар бар. Енді бана аяқтан прямо завод өзімізде үйреніп қалған. Күшті болған, енді надежный болады. Өзімізде шығарып жатқандар бар. Кішкентай үйреніп жатқандар бар. Мен негізі сол ұрықты да өзім шығардым кезінде. Ол бөлек уже. Нет, да? Бөлек жұмыс. Оған процесс, оған отдельно помещение керек. Сол үшін сондай нелері бар енді. Так, достар, сұхбатымыз аяғына жетіп қалды. Бәрін түпкі тамырымен түсіндіріп бердік деп айта аламыз. Енді істейін деген адамдарға қандай кеңес бере аласыз? Қорықпай бастай беруге болады ғой,
Енді оңай жұмыс тірліктің өзі жоқ. Оңай жерде нан жоқ қой. Ондай оңай жерде нан жоқ, былай айтқандай. Әрбір жұмыстың өзінің еңбегі бар. Бірінші орында оны ақша іздеп емес, өзі қызықып ұстаса, Жақсы көріп істеу керек. жақсы көріп істесе, ойдағыдай болады деп ойлаймын. Оның несі жоқ, қиыншылығы жоқ. Бана бұның бір жұмысы бар. Күніне 2 рет суны шашып, и уақытысында теріп, свежий кезінде базарларға жеткізу керек. Басқа культураң сияқты күніге дәрісі бар, анаусы бар, ауырды, мынау болды, анау болды. Олар енді ондай бір грибіде ондай жоқ. Бағана салып жатқан жерін түсіріп кетейікші, әлі салып жатыр ғой, бұны түсіріп жатсың ғой, андай не ма, пакетке салып апарам ба базарға? Иә, пакетке, 10 кило пакетке салынады. Вакуум пакет па, или әшейін пакет Жоқ, салады? әшейін пакет. Ол қазір кетіп қалды ғой енді. Кетіп қалды ма? Қазір неғысы, анау видеолары бар, мен де қазір соларын сенен тастаймын. И бағана процесстер бар, ұрық салып жатқан кездері, шұлхан дайындап жатқан кезі, процесстер бар, соларын не қылсам, сен Бағана мына жақта жинап жатқан, уже әкетіп қалды заказ, Иә. Так, достар, қосымша бұл кісі тағы осындай кәсіппен айналысып жатыр екен. Бұл гүлдің аты қалай деп аталады? Черный магия дейді сорты. Негізі гүлді мен алдын түсірем деп неғанам ғой, гүл туралы әлі бір шығарылым болған жоқ та. Гүл егетіндермен звондағам, хабарласқам, ол кісі өздері де көріп отқан шығар өздерін. Бір ешқайсысы міне көрсетеміз кел деп неған жоқ. Тем более ана 8 мартқа жақындаған кезде звондағам ғой. Уақыттар жоқ қой, прям кетіп жатыр. Негізі жақсы кәсіп. Бұл өзінің сезондан есінде гүл постоянно кетеді ғой. 8 мартта гүл бермей қойсам біттің ғой. Сол сияқты. Бұны да түсіндіріп өтеміз, Құдай қаласа. Қалай егіліп жатқан несін бәрін. Ошибкілер болады, ошибкілерді айтамыз. Оның любой кәсіп ошибкасыз болмайды, сөйтіп үйреніледі. Тек қана плюсын көрсетіп, міне дей бергенде болмайды. Ол ошибкілерді сізге айтып отырамыз, өйткені ол ошибкілерді сіздер де қайталауыңыз мүмкін да. Чтобы сіздер қайталамау үшін бұл жақтан сіздерге айтып өтеміз. Енді бәрін түпкі тамырмен тиімді ақпарат жеткізді деп деген ойдамыз. Сізге үлкен рахмет, аға. Өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп, бізбен бөлісіп жатқаныңызға, мынандай көп адам өйтіп неғыла бермейді, негізі келісе бермейді. Ол көбісі құпия санайды, анау санайды деген сияқты. Әр адам өзінің несібесі бар ғой, неге. Үлкен рахмет. Маған айтып өткендей, әрқайсыңыздың үйренем деген ниеті бар адамдарға есігі ашық, бұл кісінің төменге астына номерін қалдырып кетеміз. Хабарласыңыздар. Көп нәрсе білгіңіз келсе звондап сөйлесіңіздер осы кісімен. Жақсы, рахмет. Ал достар, сұхбатымызды аяқтаймыз. Сіздерге тиімді ақпарат берді деп ойлаймыз. Видеоны ұнаса қолдап кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіп, бизнеске бағыт каналын қолдап, қолпаштап отырсаңыздар, бұдан да жақсы қызықты видеолар шығарып отырамыз. Қош сау болыңыздар.